Hazır katılışçılarımı tanıştırayım. Davriye kızı Aysel'in Yemek Atayır. Men hazır көрермендерден бірнеше сұрақ аламын. Сізге кімнің зерттеу жұмысы ұнады? Davriye kızı Aysel'in zerttеу жұмысы ұнады. Несімен ұнады? Өйткені ол жануарларды зерттеді. Ол оларға көмекпен, рахматпен, мейіріммен көмектесті. Қазір мүшелеріне де сұрақ алайын. Қалай ойлайсыз? Ғылыми жұмыстардың нені жақсарту керек. жақсарту керек? Ғылыми жұмыстар жануарларды қорғау ұйымын жақсарту керек деп ойлаймын. Осы байқауда екі қатысушы бар. Бұлар Айзере және Альтаир. Ал, тақырыптарын сұра. Альтаирдан сұхбат алсаңшы. Өзің ойыңдағы сұрақты қоя қой. Қандай сұрақ қойғың келеді қатысушыға? Жобасы жайында. Альтаир, сен жұмысың немен ерекшеленеді? Менің жұмысым ерекшеленеді. Яғни, сен нені зерттеп жатырсың? Мен зерттеп ғылымды зерттеп жатырмын. Яғни, аспан денелерін. денелерді зерттеп жатырмын. Сіздің зерттеуіңіз немен ерекшеленеді? Мен гүлдерді, өсімдіктерді зерттеймін. Ал сіз уақытыңызды босқа келтірмедіңіз бе? Жоқ, мен уақытымды босқа келтірмеймін. Дұрыс. Дұрыс пайдалана аламын. Қазір біз қатысушыларымызды таныстырамыз. Бұл бізде Дәурен Қызайгүл. Ал екіншісі Әуген Дәлихан Раяна. Сізге кімнің жобасы ұнады? Маған жобасы Дәурен қызы Айзада ұнады. Жобасы ұнады.